торттаны көрген. Ақбота бермейді ғой, Ақбота саған сұрақ. Болашақта тойда тортты ата-анаға бересің ба, болмаса күйеуіңе бересің ба? Күйеуіме беремін дейді. Біржан, жаңа сұраққа жауап берші. Сен үйленгенде тортты ата-анаға бересің ба, бірінші или әйеліңе бересің ба? Мен тойда торт қоймаймын, сорпа қоямын. Ыдыспен әркім өзінің алып ішіп жүреді да, ешкім мазасынан бар. Асыл саған сұрақ, кімге бересің тортты? Ата-анаға бересің немесе әйеліңе бересің бірінші? TikTok'та тренд болды ғой, екі официантқа апарып береді ғой. Сөйтем ба деп тұрмын. Қызық, өте көру керек. Міне, Айсұлтаннан предложение бар, түсіп жатыр, айтпай ақ қояйын. Айнұр Айсұлтаннан бір күшті ұсыныс түсіп жатыр еді. Күшті емес ол. Қандай? Күшті емес. Просто бір ұсыныс. Кеп қалдыңыз. кеп қалдым, иә. Жазым болсын. Иә. Жақсы. Ойбай, не болып кетті? Білмеймін ана жақта. Былай ана жақта бір нәрсе жатады. Жалпы енді өз үміткеріңіз күтeceğiz. Иә, бұйырса. Талап қандай еді? Талаптарым мұрны дәу, құлағы бүйтіп әдемі шығып тұрмайды бүйтші, шашы қалың, прям қалың болса, көзінің мынандай қабағы бар ғой, көрініп тұратын, сосын бойы ұзын, иықты, сосын былай аккуратно киінетін бар, сондай, стильно, аккуратно. Қыз, иә? Екіншісінде сөйтіп жазып бердіңіз ғой. Точно қыз екен. А то біреулер басында қыз деп потом ұл болып сондай болып жатады ғой, иә? Да? Негізі Шымкентте болуым керек еді, бүгін тренировкаға баруым керек еді. Екон тренер, мен Алматыда қалып кеттім, содан кейін тренировканы осы Алматыда Көктөбеде тура 15-ке қойып жоғарыға шығатын бар ғой. Тура соқса бос жақта тренировка құрып атақ. Сырт болдың ба? Әке шешесі дегенсің ба? Так, міне достар, өзіңіз ішіп көрдіңіз, мен өзім ішкен затты ғана сіздерге ұсынам. Ал қолданған зат, ішпеген затты көрсетпеймін. Сондықтан міне. Кәдімгі кофе. 3 в 1 бар ғой, кәдімгі мак кофе. Дәл сондай. Міне. Ешқандай жүректі айнытпай, тәп-тәтті. Қанты бар екен ішінде. Қанты бар. Бұған басқандай қоспаңыздар, достар. Ал олай болса, скидка жариялаймын, қыздар. Артық табаңыздаршы. Артық салмақ деген ол ауру. Артық салмақ фигурантта бұзады. Не? Бізде Симона да ішіп жатыр. Күшті дәмі. Тема ерекше. Міне. Арық болса да, бірақ бопағар, қозығарым бар, Так, міне. Мынаны аламыз, достар. 31 айға жетеді. Күніне біреуден ішеміз, болды. Жақсы нәтиже болғандықтан мен қатты сатып жатырмын. Дәл бүгін скидка жариялаймын. Доставка тегін, процент қоспаймын. 7000 теңгеге осыны алып кетіңіздер. Арықтаңыздар, рахаттаныңыздар, қыздар. И осындай артық салмақтарыңызды тастап, әдемі киініп, топ болып жүрсеңдер.